Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Мен жасанды интеллектпін. Сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Астана қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 15 жылдық мерейтойына арналған мерекелік концертке қош келдіңіздер. Туған күн құтты болсын. Ду қол шапалақ. Назарларыңыз экранда болсын. Мектептердің ішіндегі ең бірінші ашылған осы мектеп. Ол кезде бұл мектеп 100 мектеп бағдарламасының аясында салынып жатқан қаладан бізге берді. Сол екінші қабатына дейін ғана көтерілген. Бізге ол мектепті сол 2009 жылдың басында берді. Біз ашуымыз керек. Сол январда аштық. 2008 жылдың ортасында берді бізге ол мектепті. 2009 жылдың басында ашуымыз керек болды. Сондықтан да құрылыс компаниясымен жұмыс істеу өте қиын болды, оңай болған жоқ. Біз бітіріп мектепті сол қаңтар айында 2009 жылы аштық. Өркен акционерлік қоғамын ашты. Сол Өркен акционерлік қоғамы ашылғаннан кейін ғана барып, ол кісілер уже там 9 кісі жұмыс істеді. Программа істеу керек болды ғой. Сосын адамдарды шақырып, жан-жақтан. И мен ол кезде Қарағандыда дарынды балалар орталығында істейтін директор болып, сосын бір күн маған телефон соғып, соны шақырғаннан кейін, сосын мен келдім неғылған. Ол проект туралы біз ештеңе жоба туралы ештеңе білмейміз, сосын бізге түсіндіріп айтты, солай президенттің қаулысымен осындай біз ашылдық, Өркен деген акционерлік қоғам. Енді біз осы 5 жылдың ішінде 20 интеллектуалды мектеп. Ол кезде ол тұңғыш президенттің интеллектуалды мектебі деп аталатын. Ең қызығы, мектепті 12 қаңтар күні ашардың алдында үлкен әңгіме болды. Ашамыз ба, ашпаймыз ба, қалай болады деген. Журналистердің алдында шығып, көп сұрақтарына жауап бердім. Сол кезде ең бірінші сұрақ, неге 7-ші сыныптан бастап қабылдайсыздар? Біз айттық, 7-ші сыныпқа дейін баланың жалпы математикаға, физика, химия, биологияға байланысты анықтау өте оңай емес деп. Сол елбасы, сол кездегі бірінші тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қатысып өзі ашты. Сондықтан біз июнь айында келдік, июнь айынан декабрьге дейін мұғалімдер қабылдадық, оқушылар қабылдадық. Сол оқушылар қабылдаған кезде, то есть мұғалімдер қабылдаған кезде түгел Қазақстан бойынша конкурс жарияланды. Конкурс жарияланған 1870 оқытушы конкурсқа не берді, арыз берді. Соның ішінен біз таңдап алдық 46 мұғалімді. 46 мұғалімді таңдап алдық декабрьде, өйткені біз асыққанымыз жоқ, бізге айтты, 2009 жылдың сентябрінде ашыламыз деп. Сосын бір күні Хафиза Мұхтаровна, ол кісі председатель правления болды, сол кісіге келіп айтады, сол президент айтты, осы 2009 жылдың 12 күні ашылу керек. Оны бізге 17 декабрьде айтты. А бізде не бар, 46 мұғалім бар. Да, я вот хочу сейчас прям с удовольствием вспоминаю этот день. И у меня было такое волнение.
Я вам объясню сейчас. Я, наверное, единственный учитель, который пришел из села. И у нас в школе было всего 3 компьютера. Ну, вы представляете, когда я попала в эту школу, самый первый день, я ходила по кабинетам, по коридорам и сама себя удивлялась. Мне казалось, что это во сне со мной это происходит. Но потом, когда уже пришли с телевидения, и уже я давала интервью первое в тот год, я так и сказала, я говорю, достижение человечества, это, наверное, один из них, это космос. И я вот ассоциирую эту школу как с космосом. И после этого меня начали даже дети долгое время называли «Сәлеметсіз-бе, мұғалім, космос». То есть одно время меня так и называли. Вот это я навсегда запомнила. Так что для меня эта школа – это что-то великое. Ну, на самом деле, когда я пришла в школу 12 января 2009 года, это был первый мой рабочий день. И что меня поражало в этой школе, я была удивлена. Обычно, когда дети после урока на перемене, они бегают, носятся. А меня поразили ученики и всегда поражали, и до сих пор у меня в памяти, что вместо того, чтобы носиться, бегать и там задирать друг друга, они обсуждали математику, они становились вокруг этой доски у меня на уроке английского языка, и они обсуждали решение, которое у них было до этого на уроке математики. И еще меня поражало то, что учеников невозможно было вытащить с уроков математики. И были классы, которые, допустим, ко мне опаздывали на 10-15 минут на уроки, потому что они любили математику. То есть на самом деле дети здесь уникальные, и они знали, для чего они здесь и зачем они здесь. И вот это меня вот поражало и до сих пор поражает в наших детях. Эта школа из лидирующих в Казахстане была. Хотелось бы вот нашим детям, уже 15 лет сегодня вот прошло, дети, которые наши окончили, чтобы пользу принесли для нашего государства, чтобы учились, которые здесь учатся дети, которые закончили за границей, чтобы приезжали, внедряли дальше свои способности, свою учебу. Наша Республика Казахстан. Когда я пришла в эту школу впервые, я была магистранткой, только закончившей университет. Я закончила физмат-школу, мне казалось, вот сейчас приду и как проведу урок. Но оказалось, что уровень учеников был настолько высокий, что мне было очень сложно. И я потом росла вместе с этими учениками, и благодаря ученикам я стала хорошим учителем. И все еще от каждого ученика, каждый ученик для нас это новый учитель, каждый ученик это для нас космос, и каждый ученик чему-то учит нас. Біріншіден, ұстаздардың деңгейі өте жоғары. Ұстаздың деңгейі жоғары болғаннан кейін, мынау мектептегі ұйымдастырылатын шаралардың деңгейі жоғары, сабақтың деңгейі жоғары. Содан кейін мына жерде біз ұстаздар сабақ берушіден балаға қолдау көрсетуші, жол көрсетушіге айналды. Міне бұл өте үлкен айырмашылық. Мен өзімнің сол ұжымы, мен әрқашанда сол ұжымды өте жақсы көремін. Шындығын айтайын, не то что жақсы көремін, ол жай сөз емес. Это от души, расында да. Өте жақсы мұғалімдер, өте көптен көп рахмет айтамын оларға. Олар болмаса, білмеймін, мектеп осы қалпында болалар ма еді, болмас еді. Мектептің құрылу қиыншылығынан өттіңіздер. Мектептің қалыптасуынан өттіңіздер. Мектепті дамыту қолдарыңыздан келеді. Сондықтан да мен ұжымға ең бірінші барлықтарыңызға бақыт тілеймін, амандық тілеймін. Екінші, отбасыларыңыз, туған туысқандарыңыз, айналаларыңыз аман болсын. Ал профессионал ретінде мектепті дамытатындарыңызға мен сенемін. Жұмыстарыңызда творчестволық табыс тілеймін, аман болыңыздар. Ең бірінші еліміз, жұртымыз аман болсын. Түгел не ойлайды, не армандайды, ойламаған жерден орындала берсін деген келеді. Адам баласының өміріндегі бел-белестердің бәрі елеулі. Білім беру кеңістігінде ойып алар орны, қайталанбас қолтаңбасы бар Астана қаласындағы физика-математика бағытындағы
Назарбаев зияткерлік мектебін 15 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл үнемі талап пен талпыныс, үйрену мен іздену, жаңару мен жаңғыру жылдары болды. Мектептің қалыптасуына, дамуына үлес қосқан барлық әріптестеріме алғысым шексіз. Шәкірттердің жұлдызын жағу, мәртебесін көтеру, талпынысын қалыптастыру, танымын нығайту ісінде әріптестеріме толағай табыстар тілеймін. Жақсы көңіл күй, жаңа табыстар, ұдайы ізденіс, шығармашылық, тың бастамаларыңызда сәттілік тілеймін. Мереке құтты болсын. Сегодня день рождения нашей школы. Родная школа. С днем рождения, процветания. Цвети, моя школа. И пусть мы каждый год будем праздновать этот день. Спасибо всем. Хочу пожелать нашей замечательной школе процветания. Я думаю, что это на самом деле платформа, где есть возможности для роста, для развития. Я хочу, чтобы каждый, кто попадает в эту школу, независимо это ученики или учителя, чтобы они получали здесь то развитие, которое требует сегодняшнее наше современное время. Я считаю, что здесь созданы все условия для этого. Хочу пожелать нашим учителям, благородным учителя, все прекрасные у нас в школе и вообще ниш по Казахстану. Все умные, развитые. Хочу пожелать здоровья им, дальнейших успехов в работе, чтобы они никогда у нас не болели, не старели, чтобы всегда было взаимопонимание, успехов им всем. Спасибо большое. Ну, во-первых, я хотела бы поблагодарить школу за то, что для нас есть такие возможности для роста. И хотела пожелать школе хороших учеников, продолжать традиции, чтобы наша команда росла и оставалась такой же поддержкой друг другу. Білімді мұғалім білімді ұрпақ жасайды демекші, қазіргі таңда болашақ бағдарламасы бойынша Ұлыбританияда Манчестер университетінде білім алып жатырмын. Назарбаев зияткерлік мектебін 15 жылдығымен құттықтаймын, тек қана табыс пен жетістік тілеймін. У нашей школы день рождения. Пусть в этих стенах всегда звучат радостные голоса побед и достижений. Пусть наши ученики будут самыми талантливыми и успешными. Я желаю всем крепкого здоровья и безграничной любви к нашей школе. Спасибо Назарбаев интеллектуальной школе за все, что вы сделали для нас. Дорогая школа, поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо за счастливое детство и юность, бесценные знания и возможности, мудрых учителей и верных друзей. Желаю, чтобы в твоих стенах рождались лучшие умы Астаны и Казахстана, и чтобы страницы твоей истории были расписаны победами и успехами. Мектебіміз жылдан жылға көркейіп келеді. 15 жылдың ішінде 1513 түлегіміз алтын ұядан ұшты. Түлектеріміз шетелдік және қазақстандық үздік оқу орындарына грант иеленді. Жыл сайын 50%-ға жуығы шетел университеттеріне, 30%-ға жуығы Назарбаев университетіне оқуға түседі. 2023 жылы мектеп оқушылары IELTS бойынша NIS желісінде ең жоғары нәтиже көрсетті. Олимпиада жетістіктері. Мектеп дәстүрлі түрде табысты дамып, дарынды оқушыларға қолдау көрсетуде. Мектеп командасы желідегі үздік 3 олимпиадалық командалардың қатарына кіреді. Бейсенәлі Санжар 2023 жылы ICO халықаралық олимпиаданың жеңімпазы атанды. Балташева Айғаным жасөспірімдер арасындағы физикадан халықаралық олимпиадада қола жүлдегер атанды. 56-шы халықаралық Менделеев олимпиадасында Ким Кирилл мен Қабдулқадыр Аблай қола жүлдеге ие болды. Робототехника жарысының республикалық кезеңдерінде мектептегі робототехника үйірмесіне қатысушылар жеңімпаз атанып, айтарлықтай жетістіктерге жетті.
келесі жылы халықаралық жарыстарға аттанады. Желілік ғылыми жобалар кезеңінде мектептің зерттеу тобы 15 жүлдені жеңіп алып, Назарбаев зияткерлік мектептер желісі арасында үздік атанды. Бұл оқушыларымыздың жеткен жетістіктерінің бір парағы ғана. Адам үшін, жыр өмірге алғашқы қадам үшін, жастығымыз үшін, 15 жыл бірге гүлдеген достығымыз үшін, арманымыз үшін, қыз жігіт болғанымыз үшін, кәмелетке толғанымыз үшін, бір өзгеше күйгеніп, ән шырқадық, биледік, асқақтадық, шалқыдық, жарасымды әрғылық. Бір ұяда татумыз өтебіз. Туған күніңмен, мектебім. Құрметті ханымдар мен мырзалар, біз концертімізді бастаймыз. Кеш жүргізушілерін қарсы алыңыздар.